2021 жылғы 1 шілдеден бастап әкімшілік рәсімдік процестік кодекс бұл қолданысқа енгізілді. Бұл кодексті қабылдауға түрткі болған ол азаматтарымыз билік органдарының шешімдері мен әрекеттеріне сотқа арыз беру кезінде көп жағдайда әлсіз ахуалда қалып отырды. Осы әлсіз ахуалды теңестіру мақсатында осы кодекс қабылдады. Бұл кодексте басты мақсаты, принципі, ол яғни әлсіз тарапқа көмектесу. Бұл билік органдарының, билік ресурстарының күштерімен, ол жай қарапайым халықтың күшін салыстыруға келмейді. Осы жағдайда басты бұның қағидасы, яғни ол соттың белсенді рөл қағидасы бар, мұнда қарастырылған әкімшілік рәсімдік процесс кодексте. Бұның мақсаты, яғни ол талап қоюшыға көмектесу. Қандай да бір формальды қателіктер болса, соған түзеу, соған көмек көрсету. Ол бұрын, мысалға, азаматтық процестік кодекстің талаптары бойынша, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодекстің талаптары. Онда, яғни, бұл судья өз бастамасымен ешқандай бір дәлелдеме жинай алмайтын. Ал мұнда қазіргі жаңа кодексінде атап отырған. Мұнда судья өз бастамасымен дәлелдемелерді жинай алады. Мұнда. Енді бұл әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің талаптары бойынша бұл дәлелдеу, осы әкімшілік органның қабылдаған актісінің заңдылығы, негізділігін дәлелдеу, енді ол сол әрекетті шағымдалып отырған тарапқа жүктеледі. Бұны енді ол талап қоюшы өзі дәлелдеуі міндетті емес. Азаматтық процестік кодекстің талаптары бойынша ол тараптардың дәлелдемелерді өздері ұсыну керек еді. Қазір бұл сот өзі де жинай алады. Және бұл көмектесуге міндетті ол тарапқа. Сосын тағы бір ерекшелігі бұл алдын ала өзі сот. Ол тұжырымын, осы іс бойынша тұжырымын айта алады тараптарға. Нақты қабылданатын шешім емес, ол тұжырым. Ол тұжырым бұл нақты түсінікті болу үшін мен бұлай айтып өтейін. Осындай арасындағы дау, мысалы талап қоюшы мен жауапкердің арасындағы белгілі бір дау бар. Сол дау бойынша сотқа жүгінген. Осы дау бойынша қабылданатын, қандай шешім қабылданады, сол туралы тұжырымын білдіреді. Нақты түпкілікті шешім айту мақсат емес. Жалпы, мына жағдайда сіз негізсіз әрекетіңіз, сіз бұл осындай кемшіліктері бар, осындай әрекеттеріңіз заңға сәйкес келмейді деген сияқты өзінің пікірін білдіре алады. Бұның мақсаты не? Бұл яғни осы пікірін білдірген кезде ол істерді созбалаңдыққа салмай, ол жылдам қарап аяқтауға осы мүмкіндік береді бұл. Жоғарыда айтып өттік, біз осы 2021 жылғы 1 шілдеден бастап әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қолданысқа енді деп. Енді ол бізде қолданыста болған, бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бойынша жұмыс істейтін соттар, әкімшілік соттар бар болатын. Осы 2021 жылғы 1 шілдеден бастап бұл әкімшілік құқық бұзушылықтар істерді қарайтын соттың атауы өзгерді ол. Ол соттың атауы мамандандырылған әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сот болып құрылды. Осы халықтың арасында осы екеуінің ара-жігін айырмашылығын ажыратамай жатады. Бұның ара-жігін түсінікті болу үшін келесідей мысалдармен түсіндіріп өтейік. Бұл яғни әкімшілік рәсімдік процесс кодекс, бұл мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін реттейді. Әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыру барысындағы қарым-қатынастарды реттейді. Әкімшілік істі сотта қарау тәртібін реттейді. Бұл әкімшілік рәсімдік процесстік кодекс. Ал әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс, сол кодекстің аясында қаралатын, жасалған әкімшілік құқық бұзушылық істерді қараудың тәртібін, оларға тағайындалатын жазаларды, бүкіл сол кодексте қарастырылған мәселелерді реттейді ол.
Мысалға айтып өтетін болсақ, бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс, ол жол көлік оқиғасын келтірсек болады. Жол қозғалысы ережесін бұзып, жол апатын жасайды. Яғни жүргізуші жол жүрісі қағидасын бұзып, екінші бір көлікпен соқтығысады. Соның нәтижесінде екінші бір сол тұлғаға материалдық залал келтіріледі. Мұнда оның жаңағы жол қозғалыс ережесін бұзған азаматтың әрекетінде бұл әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы бар. Яғни ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 610 бабында көзделген құқық бұзушылықты жасап отыр. Ол бойынша осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бойынша жауапкершілікке тартылады. Яғни ол айыппұлға тартылуы мүмкін, айыппұл түріндегі жауапкершілікке тартылуы мүмкін, немесе жаңағы көлікті жүргізу құқығынан айырылуы мүмкін. Осындай жазаларға тартылады. Ал мынау қазіргі әкімшілік рәсімдік процестік кодекс болатын болса, бұда қандай даулар қаралады? Жария құқықтық қарым-қатынастағы билік пен бағыныстылықтың арасындағы, яғни даулар қаралады. Мұнда түсініктірек болу үшін айтып кетсек, мысалға сот орындаушылардың әрекетіне, билік органдарының әрекетіне, әкімдіктің әрекетіне, мысалы әкімдіктің жер беру мәселесі бойынша жер беруден бас тарту туралы әкімшілік актісіне дау айту осы қазіргі жаңадан құрылған әкімшілік соттарда қаралады. Бұл жаңа заңнамадан күтетініміз бұл әкімшілік рәсімдік процесс кодексте соттың белсенді рөлі принципі қарастырылған. Бұл принциптің атқаратын рөлі өте үлкен, өте маңызды деп айтуға болады. Мұнда яғни сот өз бастамасы бойынша дәлелдемелерді жинай алады. Және де бұл егерде формальды қателіктерді жойып, бұл талап қоюшының оның талаптарын жасауға өз көмегін тигізе алады бұл. Бұл жерде соттың белсенді рөлі принципінің аясына сот осы нақты бір істің заңдық тұстары бойынша тараптарға өзінің алдын ала пікірін айта алады. Бұл алдын ала пікірін айту ол оның міндеті емес, құқығы болып табылады. Осы алдын ала пікірін айту, бұл қандай өз кезегінде қандай маңыздылыққа ие, сол жөнінде түсіндіріп өтейін. Алдын ала пікірін айтқан кезде ол тараптар сот отырысына жақсы дайындалуына септігін тигізеді. Жаңа бір дәлелдемелер ұсынуға негіз болады бұл. Соттағы сот талқылауына жаңағы дайындалып, өздерінің дәлелдемелерін келтіруге, соттағы ол пікір таластарды сапасын арттыруға өз септігін тигізеді. Яғни бұл істерді жылдам, тез, созбалыңққа салмай, заңды, тиімді тұрғыда қарап аяқтауға септігін тигізеді. Бұл арқылы және де бұл жаңа заң, бұл әлсіз тараптың құқығын қорғауға көмектеседі деп солай айтуға болады бұл. Және де бұл тиімділігі сол бұзылған құқықтарды қалпына келтіру процесі, қалпына келтіру өзінің функциясы өте жақсы жұмыс жасайды деген сенім білдіруге болады солай.